Сәлем достар, бүгінгі көрсететініміз арқа болады. Бүгін арқа тренировать етеміз. Жаңағы жаттығулардың техникасын, мелкий кішкентай тонкостар болады әр жаттығулардың. Соның бәрін көрсететін боламыз. Көп оны білмейді, айтпайды. Давайте, бастайық. Бірінші жаттығу штангымен тяга берге. Наны тартқан кезде қол кішкене иықтан кеңірек болады, былай емес, примерно осылай. Сосын тартқан кезде қолмен тартпаймыз, көбісі былай осылай тартады қолмен. Мұнда арқа жұмыс істеп тұрған жоқ, мұнда бицепс қолмен істеп жатыр. Арқаны істету үшін иықпен тарту керек болады. Арқа түзу, былайдан бүкіремейміз, ровно. Сосын иықпен тартасыз, лопатканы қосасың. Арқаның бұлшық еттерін сезіну керек, қалай қысылып жатыр, қалай напрягаться етіп жатыр. Қысасыз, кішкене жібересің. Шынтақты бүйтіп ашпай қойға болады до конца былай. Шынтақ кішкене бүгілген күйі қалады да, иықпен жібересің де, иықпен тартасың, иықпен жібересің, иықпен тартасың. Сонда арқа жұмыс істейді. Қазір разминка. Вес қосамыз ақырын салмақты. Давай, Нұрлан. Разминка ана жол айтқандай бірінші жай грифпен, бұл 20 килограммдық гриф, бір 15 рет арқаны кішкене қыздырғанша. Сосын екінші гриф жұмыс істейтін салмақтың жартысын саласыз, 100 килограмм болса, 50 килограмм сап, онымен тағы да разминка болып. Все, кеттік. Әлі разминка. Арқаны қысамыз, кішкене ұстап тұрасың. Пока разминка жасқанда максимально качественно істеу керек. Арқан бұлшық еттерін сезіп тұрмын. Қыз келеді ақырын. Енді салмақ қосайық та. Тартқан кезде арқаны қосамыз, лопатканы қосып. Жіберген кезде де арқаны напряженно ұстап тұру керек, лопатканы. Так, Асеке ақырындап шаба бастады. Уже 110 килограмм. Вот, енді бірінші подход. Қазір бір кішкене тонкость, жаңа айтылмай кеткен. Тартқан кезде арқаны қысасың, напряженно ұстап тұрсың, мышцаларды, арқаның бұлшық еттерін. Жіберген кезде иық алдыға шығады, бірақ арқаның бұлшық етін босатпай шығарасың. Не қазір менде напряженно тұр, бос тұрған жоқ. Бүйтіп босатып жібере салмайсың арқаны. Тартасың, қысасың, жіберген кезде напряженно ұстап тұрып, именно арқаның бұлшық етімен ұстап тұрып, өзін жіберу керексің. Весті көтергенде де, түсіргенде де өзін мышцасымен көтеріп, мышцасымен түсіру керексің. Под гравитациямен вес өзі тартып кетіп, бүйтіп істей бермеуге болмайды. Түсіргеннен де, көтергеннен де толық алу керек. Сондықтан қазір. Особенно вес ауыр болған кезде, ауыр болған сайын контрольді жақсы ұстау керек, травма алқалмау үшін. Он 5 болды. 110 килограмм. Пахать, всем пахать. Одан енді 110, 120, 130 тағы 10 килограммнан қосу керек. Кішкене жеңілдеу екен. Вот. Тарт, қыс, держи. Вот, босат сама. Напряженно ұстап. Хорошо. Вот, босатпаймыз.
Тағы ұра бер. Ал кеттік, екінші подход. 130 килограмм, кішкене вес қостық. Come on, man. Yeah, man. Yes. Just. Yes. 6. 9. 10. 11. 12. 15. Нормально пошло. Значит, тағы қосу болады. Ал, 140 килограмм, үшінші подход. Come on. Steady. Back. 6. 7. 8. Бүйтіп жүрейін. Аяғында кішкене читинг. Ауыр веспен болады. До конца добивать ету үшін. Ал ана бірінші жаттығуды болдық. Ендігі екінші жаттығу. Гантермен тяга бір қолмен. Мұнда істегенде де көбісі қолмен істей береді, былай тартып, берге қарай тарту керек деп айтыр. Арқаға напырайды надо. Лопатка қозғау керек қой, жауырынмен түсіресің, жауырынмен көтересің. Ит көтерген кезде жерге қысу керек мышцаны. Қысасың, сосын напряженно ұстап тұрып түсіресің. Сол бағанағы сияқты напряженно ұстап тұрып. Қол көрдіңіз бе? Көп қозғалмайды қол. Шынтақ көп қозғалмайды даже. Былай істемейсің. Арқамен. Қазір көресіз. 50 килограмм. Мына залдағы ең үлкен гантель. Одан көп жоқ енді. Придется осын алуға. Санамадым неше болған. Әйтеуір сделал сколько мог. Осы упражнениеде арқам жақсы чувствую, сезілетпеймін. Егер дұрыс жасасаңыздар, конечно, қолмен емес, арқамен тартсаңыздар. Сен өчіп. Мынаны жасағанда таз біреу биік, біреу төмен болып кетпеу керек. Екеуі бір уровеньде тұрады. Иықта бір уровеньде. Көбі бір жаққа қарай қисай болады. Қисаймайсыздар. Таз бір уровеньде, иық бір уровеньде, лопатка ғана қозғалып тұрады. Мұна арқамен қоса, мұнда мына жерде косые мышцы дейді, белдегі. Солар тоже жұмыс істейді. Ертеңінде сезесің ол жерде. Ау. 15 екен.
Арқам конкретно чувствую. Жақсы көретін упражнением ғой. Мынау бүгінгі істейтіндер менің ең жақсы көретін, өзіме ең эффективный упражнениялар. Бұл упражненияларды тренировкам программасы ауырса да, упражнениялар всегда қалады. Ең базовый арқаға, базовый упражнение. Опять же, тренажер жоқ. Чисто гантель, штанга, база. Давай, тарт. Көтер, қыс, держи. Асықпай, стоп. Резко түсіре салма. Өзін түсір, мышцамен. Ана салмақты сен өзің қозғалту керексің. Салмақ сені қозғамау керек, сен салмақты қозғау керексің. Бәрін под контрольда ұстау керек. Контрольда ұстап үйрену керек. Бұл өмірде бәр нәрсені. Өзің контроль етпесең, ол сені контролировать етіп кетеді. Давай. Аяқ жағында шаршағанда бірақ бересің контрольден, еріксіз. Сен тартсам болды, давай. Картигенде, иә. Давай. И аяғында берілмеу керек, тартыл. Пока можешь, сделай. Көтерілмей қалғанша жасай беру керек қой, аяқ жағында. Үшінші подход. Бұнда да 3 упражнение, 3 жаттығу, 3 подходтан 9 подход барлығын санағанда. Негізі арқа үлкен мышцы, сондықтан негізінде 4 упражнение істеуге болады арқаға. Қолдар 3 упражнение жетеді қолға, ана жол бицепсті айтым ғой, көрсеткенде. Кім бицепс көрген жоқ, кстати, бицепс туралы видео бар. Давай, асықпай. Түсіресің. Түсірген ойын бірінші арқаны напрягай, одан кейін барып тарт. Напрягай. За счет спины. Белін қатты прогибать етпе, дүзурек ұста. Арқаны напрягай ет, тарт. Держи. Тарт, держи. Аяғынды уже ұсталмайтын кезде созда немножко раскачкамен. Сразу. Екінші жаттығуды болдық, енді үшінші жаттығу. Верхний блок. Ана екеуі бағанақ. Мына широчайший тоже барады нас шетіндегі. Ну, ортасындағы мышцаларға. Мынау таза мына широчайший ғой. Арқаны V-образный жалпақ қалатын біткен кезде. Сол мынау. Егер сіздерге больше осы керек болса, негізі мынадан бастасаңыздар болады. Бірінші упражнение осы болу керек. Маған ортасындағы мышцалар томпайту керек болғаннан кейін, мен былай тартатын упражнениеден бастап, аяғымда мынаны істеймін. Сондықтан енді әркім өзіне қалай керек, соған қарай упражнениялардың ретін өзі таңдау керек. Ой, мында. Қазір мен істеп сайын, сосын Нұрлан істегенде техникасын түсіндірем. Давай. Данс дегенде белді қатты прогибать етпе. Түзу. Арқан былай прогибать етпеңіз, былай түзу отырасыз. Чек, түзу. Лопатканы ашасын. Мына жер созылған сезіп бар. Одан осы мышцаларды напрягать етіп, сонымен тартасың, қысасың мына жерде.
шынтақ босамайды, чуть-чуть бүгілген күйі қалады. Иықты көтересің, мына жерді лопатка жауырын екі жаққа шығады, содан барып тартасың. О, так. Уже ауыр болып бара жатқан кезде читинг қосуға болады. Кішкене резко тартып жібер сразу. Вот. Резко. Кеттік. Арқаны түзу ұстаймыз. Лопаткамен тартып, лопатканы қосамыз. Лопатканы ашамыз. Қысасын. Жібергенде ұстап тұрасың, арқамен ұстап тұру керек именно. Асықпай, напряженно. Босатып жібере салуға болмайды. Аяғында читинг. Читингтің да керек жері болады. Вот. Осымен үшінші упражнение аяқталды. Тренировка да аяқталды. Бұл мен часто осыны ең көп істейтін осы жаттығулардың жиынтығы дейін ба, қалай айтам, бір тренировкада осылар үш упражнение, үш подходтан арқаға істейтін ең эффективный упражнениялар. Мынаның орнына енді кейбір кісілерге турникқа тартылсаңыз да болады, қарасан движениясы бірдей. Кейде мен де мынаның орнына турник істеймін, подтягивание кәдімгі. Оған кішкене солай өзгертуге болады, но принцип, тренировканың принципі осы болды. Келесі кездескенше басқа жаттығуларды көрсетеміз.